Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі нәзік етті бәліш, яғни мясной пирог дайындаймыз. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ол үшін алдымен ұнға майды араластырып, крошка жасап аламыз. Артық ұн, артық зат қосудың мүлдем қажеті жоқ. Рецептпен өлшеп жасаңыздар. Сол кезде сіздерде өте дәмді болады. Осындай крошка жасап аламыз. Айранға тұз, разрыхитель және сода бәрін қосып араластырып аламыз. Және крошкамызға салып қамыр едеміз. Жақсылап едеміз. Міне біздің қамырымыз дайын. Пакетке салып жарты сағатқа демалдырамыз. Ол аралықта әрине салмасын дайындап аламыз. Фаршқа пияз, картоп және дәміне қарай тұз, бұрыш, басқа да заттар қоссаңыз болады, зіра деген сияқты. Мен тек қана тұз бен бұрыш қостым. Дәмдеуіштерді қосу өзіңіздің қалауыңызға қарай. Жақсылап араластырып аламыз. Міне менің пирогымның салмасы жалпы дайын. Ал енді демалған қамырымызды екі бөлікке бөліп аламыз. Біреуі үлкен, біреуі кіші болуы қажет. Түйіндейміз жақсылап. Үлкен бөлігін әдемілеп жұқартып жайып аламыз. Қатты жұқа болудың қажет жоқ. Менің формамның диаметрі осы жерде 24 сантиметрлік қалып. Сондықтан осылай соған сәйкес келетіндей етіп жайып аламын. Қатты жұқа емес, нормально орташа ғана болып жайылады. Жайылған дайын қамырымызды пергамент қағазына қойып, осылай шет-шетін қайырып, қалыпқа жайғастырып аламыз. Шет-шетін жақсылап мықтап, жабыстырып, жайғастырып алыңыз. Ал енді салмасын салып, бір тегіс етіп салмасын жайып шығамыз. Міне. Осылай салмасын тегістеп болғаннан соң, пирогымызды бір шетке қойып тұрып, екінші бөлігін, кішігірім бөлігін жайып аламыз. Осылай жұқартып жайып болып, пирогымыздың бетіне қоямыз. Міне осылай қойып шығамыз. Және екі шетін қалыптың ішінде тұрғанда мықтап осылай жабыстырып алыңыз. Бір-бірінен ажырап кетпейді. Қалыптан босатып, шеттерін қайыра отырып, осылай өреміз. Менде басында дұрыс өре алмадым, потом осылай қолым резко кірісіп, так әдем етіп өріп алдым. Сіздерге де осылай қайырып өруге кеңес беремін. Әдем көрінеді просто. Міне менің пирогым. Ал енді жұмыртқаның сарыуызын жұмыртқаны араластырып жақсаңыздар да болады. Или тек қана сарыуызын жақсаңыздар да әдем көрінеді. Шеттеріне дейін толық жағып аламыз. Мен пирогым формасын өте жақсы ұстап пісу үшін қалыпқа қайтадан салдым. Бетіне күнжіт дәндерін септім. Ол да қалауыңызға қарай. Ортасын тесіп қоямын, ауа шығып тұру үшін, ісініп кетпеу үшін алдын ала қыздырылған пеште пісіремін. Міне біздің пирогымыз пісіп шықты, формадан босатпай атып, шеттерін осылай пышақпенен неғып аламын, жабысып қалмау үшін. Және формадан босатып аламыз. Міне достар, біздің етті бәлішіміз дайын. Міндетті түрде сіздерге де осылай жасап көруге кеңес беремін. Дәмі просто күшті болады. Бұл пирог менің енемнің көңілінен шықты, сондықтан жасап көріңіздер.